Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube каналымдағы барша жақсы жандар, қалпақтарыңыз қалай? Мал жайларыңыз бәрі жақсы ма? Денсаулықтарыңыз, отбасыларыңыз аман ба? Ал енді осы бір видеоны каналында бір бауырым Парасат болу керек, қателеспесем Парасат Достаев екен. Фамилиясын ұмытып тұрмын, айып етпе бауырым. Сол бауырымның қолқа салу бойынша түсіріп жатырмын. Көп болды аға, видео салмай кеттің. Қойлар келгенде қойларды салам деп едің ғой дегесін салып жатырмын. Бұлай енді жұмыстағы адамбыз, қол тимейді. Үйде азын-аулақ осы малдарды қараймыз. Мынау енді осындай бір жабағы келіп қалды арқаш. Қасқаннан айналайын. Бәрі будалайдың баласы ма, будалайдың баласы ма деп сұрап жатыр. Оның баласы емес мынау. Бұл деген көрші ауылдан бос жігіттен келген. Бұйырса үйірге қосам, Алла қаласа. Анау енді Қаратөбелдің есімін әлі қоя алмай жатырмын. Анау тек іздегені жем. Жем сұрайды да тұрады. Әдеттегідей мына жақта сиырлар. Сиырлардың жағдайы осы. Түскілік уақытта суарып далаға шығарып алдым күн шуаққа. Көршінің сиырларымен бірге жүріп келді. Мынау енді ерте туады, бұйырса Михон деген сиыр. Құдай қаласа. Мынау айқын өткенде бір видео сала қойып едім, адамдар бәрі ақылды болып кеткен екен. Бәрі қалай солай, малың арық деген сияқты. Мынау арық болатын себебі мынаны жаздай саудық біздер. Содан қысқа түсерді. Негізі мен бағынға қосып жіберетінмін 3-4 ай сауып. Далада емін еркін жүріп, бұзауы да өзі де оңалып келетін. Биыл менде ондай мүмкіндік болмай қалды. Бірақ енді шүкір, тәбеті бәрі жем жеуі. Енді жаңа бұзауын суалтып жатыр ғой, енді Құдай қаласа. Көктемге дейін бір қалыпқа келіп қалар, көреміз. Бірақ енді малды қолдан өлтіріп қойып қарап тұрмаймыз ғой, барып күй жағдайын жасаймыз. Мынау енді өткенде бағымнан жоғалып табылған ақжамбас. Былтырғы бұзау, мынаның баласы, осының баласын өткенде видеода бар. Кіші қолдау бұзау болған еркек. Соны 6 тоқтық ауыстырып жібердім. Мынау Зихо деген қашар. Қашар болғанда осы дүние жүзіне шығады ал. Өте ұсақ мынаның тұқымы. Бір жылы бағымға қосып су жеткіліксіз болып қалып, баспақ күйінде кетіп, қашар болып келмесе қайтып баспақ болып қайтып келді кішкентай күйінде. Содан қашарында қайта қосып, құнажында туып, Тайсын деген баласын сатып жібердім. 310 мың теңгеге кетті. Өткенде Есараң деген осы жерде еркек баспақ болды, ол да кетті. Қазір енді былтырғы төлдерде мына жерде сарғалдақ қалды. Ұрғашы ол тұқымдыққа. Так, енді бізде шөп деген шөп мынандай болып жатыр ағайын. Так, түсірген шөптерден где-то бір 30-дай қалды осы жерде. Сонымен енді Алла қаласа көктемге шығуымыз керек. Құдай қаласа. Бұлай енді жақсы. Шөптен ешқандай көп қалдық шықпайды. Мынаның бір жақсы арасында жусан аралас. Сиыр жеп болғаннан кейін жусандарды апарамда қойға салам. Қой деген. Ой, жарықтық болар, тек жусанға арналған мал ғой. Жақсы жусанды жеп тұр. Сосын сіздерге жаңалық мынау. Былтырғы қойларда мынау салпан құлақ қалғаны. Сосын анау құлағын ит тартқан қой қалды. Былтырғы мынау үлкен қой қалды. Сосын осы жерде мына тұсақ қалды мені. Енді бұл тұсақ деген желіндеп жүр, жақында туады. Салпан құлақ өткенде желтоқсан айының 27-сі күні туды. Бағымда болды қойлар. Сон туып, осының төлі бірге алып келіп түседі үйге. Мынау туып қалды көп қойдың ішінен деп.
Содан мен асығыс кетіп бара жатқам қонақтыққа. Қораға кіргізген қозсын жалаған емізген. Таңертең келсем қозды өліп жатыр. Өлімші малың болсын дейді ғой енді. Алла қаласа орнына мал толар. Содан бұның қозысы өліп қалды. Ана қой туды. Бұл бір күні туды. Құдай қаласа 2026-ға жақсы жаңалық қылып бір күні туды. Сосын мынау қалған тоқтылар. Әдейі жас тоқтылар алдым. Бұлар енді неге үстері мынандай деп таңырқайтын шығарсыздар. Бұның үсті деген ошаған деген шөп бар біздің ауылда. Тікенек домалақтың. Бір жақта шоғайына дей ме, не дейді? Бізде ошаған деп айтады. Сол енді бұлардың баққан жері сол болып тұр ғой енді. Менің қойларымды қараңыздар, үстері таза, мыналардың үстерін қараңыздар. Соған қарағанда бұларды бүткіл шағылдың шөбі қонарлы жерге жаям деп қойды аздырып алған. Сол кішкентай баспаққа осы 6 тоқты алдым. Біреу міне, 2, 3, 4, ана жерде 5, мынаумен 6. Өзімнен бұрын 10 шақты бастан 4 қой қалған, соны малдың тұяқтың орнына тұяқ қосып қояйыншы деп алғаным. Жазда ағайын туыстың келетіні бар, той қуанышына беретініміз бар, өзіміздің жейтініміз бар. Мал төлден көбейеді ғой енді, сол еркек төлдерін сойып отырдық. Соны мен 4 бас қалған, сол 6 басты қайта орнына толықтырып қойдым. Мына жерден жемін жейді, мына жерден жемін жейді. Енді мынау малдың аяғына ешқандай қиындығы жоқ. Біреулер өткенде айтып кетті, қалай солай аулаң, анау мынау деп. Енді қора жай болғасын болады да ондай. Мыналар кешке жемге шығады, ортаға екеуі. Жемге шыққаннан кейін мен мына астын тазалаймын. Жалпы мына қара жабағының аяғындағы өресін шешіп тастадық. Біраз қиналды, жарықтық. Өремен жүрген қиын ғой негізі. Ноқталы басқа бір өлім деген, сондықтан бұйырғаныңды көрерсің деп басынан ноқтасын тағып шылбырмен жіберіп қойдым. Керек кезде ұстап алам, тарап секерін беріп қоям. Мынау сары пысық, мына сары қасқа. Бұл деген ана бәйгеттармен бірге жем жеген ғой, содан кісіні келіп тістей ме, әлде артын бұрып тепкісі келе ме, ойнағысы келе ме. Бірақ енді жем салғанда сақ болмаса қақмаңдайдан тебеді адамды. Сол жарықтықтар. Атқоттарды жылқыдан шыққан байғай түгім. Біздің қыстай малдың боғы үйіліп жатқан. Осы жерге күндіз сиырды шығарып алам 1-2 сағатқа. Қайтадан шөбіне кіргіземін. Так енді бір кісілер төлді көрсетпей көз тиіп кетеді дейтін еді. Енді машалла деп отырыңыздар. Мынаның ішінде жалғыз қозы бар. Мана ғана бұзаулы сиыр мына жерге жатады, қой мына жақта. Ана жерде жатыр. Қой. Бұл да кішкене шөпке үйретіп жатырмын. Мына жерге қой бердім, шашып тастапты шөптерін жеп. Енді ертеңнен бастап жылы суға жем езіп үйретем. Басқа аман есен біз шаруаның жай күйі осындай. Мынау енді сиырлар жатады, мына ішіне. Сиырларға жақсы қотыр болмайды. Бізде 5 күн жел тұрды. Ана жел деген адамды ықтырады, адамды күні малды да сүмірейтіп жіберді ғой бәрімізді. Содан сықырлаған аяз көтерілді. Аяздан кейін бүгін бір шуақтанып, аяз бар, бірақ білінбейді. Жел жоқ болғасын. Бәрін құртатын жел ғой негізі. Ал осы, сосын ана жері мен мына жерін неге жаппайсың дейді адамдар. Мен оны жаппаймын мынаны екеуін. Неге десең, бұл жерден жарық түседі біріншіден, екіншіден ауа айналады. Мына екі жер жауып тастасам, мынаның іші деген қотыр болатын сияқты мал. Қазірдің өзінде ықтасын ешқандай. Астар құрғақ. Құрғақ бұны. Күндегі тезегін боғын алып тастаймыз. Бәрі жақсы ойдағыдай.
анау өзі кесілген бөшкеден жасалған аула ғой енді. Мықтылыққа жақсы. Ана қанша мал түйісіп соғысып жатса да кетпейді. Шүрекпен ағашқа атып тастаймыз. Төбесі мынау бұрынғыша сол. Бір қалыпты. Енді мына қаңалтырларды жұлып сөгіп тастап, сондай қатты қаңалтырмен жасалғым келіп тұр. Жас шықса көремін енді оған. Уақытым болса. Так мына күрек тұрғызып қойыншы, қазір осығанда пікір жазады адамдар. Күректі көтеріп қойып. Мына су ішетін ыдысы. Анау покрышка не үшін жатыр десеңдер, мына есік тірейтін ол. Бәрін айтатын болдық қой енді. Мыналарды бітеп тастағам, малға жылы болсын деп. Ал сол бір нәрсеге себепшілеп, жаңағы Парасат деген бауырымның айтуымен қойлар қайда, малдар қайда, видео қайда аға дегесін осыны шығарып жатыр мал. Аман болайық, сау болайық. Бұйырса тағы да бір бөлісе тұрармын, уақытым болып жатса. Баршаңызға Алладан амандық тілеймін. Мал жандарыңыз, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Жан есен болсын ең бастысы.